Avtomobil sizge. Bәріміз елдің азаматы болғаннан кейін осындай үлкен көкпарда халық жиналған сәтте бір жақсылық әдемі бір орынды келіп тұр. Үсенбай Ержан ағамыз болса ортаға келсе. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз аға. Барша ақпараттарды біліп, арнайы шақырып отырмыз бүгін көкпарға. Ол да тектен тегін емес. Қанша балаңыз бар? 5 балаңыз бар. Денсаулық жағынан? Ел болып, жер болып, баршаларыңыз қазақ дейтін ұлы халықтың арнайы Қарекет қоры деген біздің үйім бар. Сол Қарекет қоры арнайы ағамыздың 5 баласы бар, мінекей балапандары. Баспанасы жоқ. Сондықтан бүгін сіз қуана берсеңіз болады. Дейім жұрттың алдында Қарекет қорының артынан 1541 баспана. Үсенбай Ержан мырзаның отбасына таныстаймыз. Құтты болсын аға. Бұл бастамасы. Мына жерде қаншама азаматтары бар. Бүгінгі той беріп жатқан Мұрат Бейт аға бауырымыздан арнайы өзіңіздің құрметіңізге, отбасыңыз аманына, бала шағаңызға қашанда жақсылыққа тасып жүрсін деп. Автомобиль сізге. Тойхананың атынан, Мұрат бауырымыздың атынан, құдай қаласа, үйіңізге алып барып береді. Бәрінде Алла разы болсын, рахмет алыстасқандарыңызға. Құтты болсын. Бір болса қошеметтеп қойсаңыздар болады. Автокөлік құтты болсын. Мұратжанның үйінде жыл сайын 4-5 той болып, басымыз осылай қосылып тұруын Алла тағала нәсіп етсін. Аллаху акбар. Әрбір қазағым жалғызсың деген, сондықтан да осындай еліміздегі азаматтарға қолдау білдіретін мынау Қарекет қорына қашанда қолдау білдіретін. Қазақ дейтін дүниеде тамам ойсаңдар қағайындар. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесеңіздің бәрі бос. Барымызда мына Ержан ағаға Қарекет қоры үй сыйлаған еді. Біз көлік сыйлап едік осы отбасына. Ереке, көлігіңіз құтты болсын құда қаласа. Құжаты дағасы мынау 5 бала шағаңызды алып, тек қана жақсы күндерге мініп жүріңіздер құда қаласа. Астарыңызда тосын, құтты болсын. Жақсы, рахмет. Алла разы болсын сіздерге де. Қарекет қорыңызға рахмет. Үй көлік сыйлап жатқанына рахмет. Жаныңа жарты жұбаныш бұлар, тағыда келер бір бақыт күліп, Құдайдан үміт үзбеңіз. Қарекет.